выходит с желтой карточкой. Тиісті салмақ дәрежесін таразда көрсете алмаған екен. Мобошер сол себепті сары карточкамен шығады. Бұл жекпе-жекке, бұл жалпақ тілмен айтсақ, -1 ұпай деген сөз. Бір раунд тұтылып тұр, иә? Жекпе-жек басталмай жатып Мобошер. Сондықтан салмақ жасамадың ба, бір қадам алда жүруің керек. Ашық ұрыстан басталды, иә? Бірі тізені салып жатса, бірі қолмен соққылады. Салып үлгерді Сәрсенбаев. Бірден күресуді жөн көрген екен, ал Мобошердің тәжірибесі қарсыласына қарағанда аздау болса да, бұл жігіттің сол бір жекпе-жегі толықтай 3 раундқа ұласқан. Ал Сәрсенбаевта бұндай тәжірибе көп емес, бір ғана жекпе-жегінде 3-ші раундқа дейін жеткен, оның өзінде жеңіліске ұшырады. Сондықтан міндетті түрде Сәрсенбаев бұл тұрғыда басым болады деп айту қиын. Жекпе-жектерді мерзімнен бұрын аяқтап әбден үйреніп қалған. Тамаша, қазір аяқтан іліп алуға шақ қалды. Әзірше Мобошер, иә? Дайын бұндай шабуылдарға. Клинчтен шыға бере қазір, иә, мұрыннан дәл дейді. Соққы өтті. Батып кеткен Мобошердің берген реакциясынан да түсіндік. Тамаша, тағы да жақындасып кетті. Тағы да клинч, бірақ бұл жолы екеуінің де қатты бір күресуге зауқы жоқ сияқты. Тамаша, там алыстан Сәрсенбаевтың шабуылы Мобошер Рахматжанов қарсы алып үлгерді. Тағы да алыстан басталған шабуыл. Қарсыласты итеріп апарып, қазір. Торға тіреді. Ал көрейік, мойынды ұстап тұр Мобошер. Әдіске салып көреді ме? Мұна жерден гильотина жасау қиын, шыны керек. Жоқ. Ол ойдан да бас тартқан екен Мобошер. Рахматжанов. Ал Сәрсенбаев қарсыласты орап ұстап алған. Тағы да қараңыздар, екінші рет алдап соқты. Иса Сәрсенбаев қарсыласын клинчтен шыға бере, шынтақты салып кеп жіберді. Міне тағы да керек десеңіз, енді Рахматжановтың бұл соққыға қайта-қайта жол беріп жатқаны қызық екен енді. Сабақ алмайды екен өткеннен, иә? Тамаша, міне енді. Міне тағы да осымен 4-ші рет қайталандау деймін, иә? Клинчтен сол қолымен шынтақ. Енді біртіндеп жекпе-жектің қарқында бәсеңдейтін түрі бар. Алыстан, иә, бірақ кірді қараңыздар. Тейкдаун! Бар тейкдаун. Мойынды алды қазір. Бір сәт кетіпті, өте жақсы алғанда еді мойынды Иса Сәрсенбаев. Бірақ толықтай, орап ұстап қала алмады. Есесіне міне қараңыздар. Соққы жаудыр жатыр, тіпті фулл маунт қарсыласының үстінде қазір. Жоқ, әзірше бұның барлығы ауа қармап қалып жатқан соққылар есесіне позицияны ұстауға болады жақсылап. Жоқ, қараңыздар, біртіндеп Рахматжановта, шығып өтуге шақ қалды. Қапасынан айырылып қалған болуы керек. Рахматжанов, рефери дер кезінде. Міне қателесті, қазір Сулоев стретч көздегені. Асу Алмабаев екінші дем берді бұл әдіске. Соны жасап көрмекші ол, бірақ енді бұндай терлеген күйде қиын жасау. Сәл шашай бастадым, тізгінді Мобошер ала бастағандай раундтың соңына қарай. Өтті соққы.
Раундтың соңында қатты белсенді бола қоймайды, тағы да қапасынан айырылып қалған Рахматжанов бүйте берсе, бұл үшін ескерту алуға да болады. Енді бойшаң спортшының бүйтіп ұрғаны, қол ұзын спортшының бүйтіп ұрғаны бірден көрініп қалады соққыға. Тартысты раунд сөзсіз. Бірінші раунд Иса Сәрсенбаевтың басымдылығымен өтті. Бұл Рахматжановқа енді шегінерге жол қалмады деген сөз. Міне, тізені тағы да салды. Өте қауіпті соққылар жасай алады негізінен, тіземен. Мобошыр бұған көзіміз жетті. Тамаша, тейкдаун. Қалай, қалай жақсы бастады раундта. Рахматжанов жағдай қиын деп айттық бұл жігіттің, өйткені салмақты жасай алмаған таразда, сол себепті ескертуі де бар. Сондықтан қалған 2 раунд ұтылуға болмайды. Тамаша, қазір тіпті етпетінен жатқызып соққы жаудыржады және тоқтатады. Вау! Небәрі 51 секунд, екінші раундтың басында Рахматжанов міне түк болмағандай нүкте қойды. Ал естеріңізде салып бұл небәрі 3-ші жекпе-жек еді. Рахматжановтың кәсіпқой ММА-дегі міне қатарынан 3-ші жеңіске қол жеткізіп отыр. Міне осы тұста Қорғанбай жатып қалды. Иса Сәрсенбаев, соның салдарында көріңіздер. Время остановки поединка. 50-я секунда второго раунда. Бұл жекпе-жектің жеңімпазы. В данном поединке победу техническим нокаутом одержал Темиров Чимнаманга Мубошар Рахматжанов.